Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ala men ittaba hudahu ila yevmiddin. Assalamu alaikum qadırlı ağayınдар. Şakarim Құдайбердіұлы өзінің қойған 5 сауалының 4-сінде былай дейді. Ең жақсы адам қандай іс қылған адам? Яғни қандай ісмен адам ең жақсы адам деген атқа лайық болады дегені. Әрине бұл сұраққа әртүрлі қырынан сан түрлі етіп жауап беруге болады. Бірақ Құранның көптеген аяттарына пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның хадистеріне көз жүгірткен кезде ең жақсы адамның келбетін анықтауға, тануға болады. Сол ең жақсы адамды жақсы етіп тұрған қандай іс? Алла Тағала Құранда былай дейді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инналлазина аману ва амилус солихати улаика хум хайрул бария. Бейна сүресінің 7-ші аяты. Күмәнсіз Аллаға иман келтіріп, салихалы ізгілік істеген адамдар, міне бұлар жаратылыстың ішіндегі ең жақсылары дейді. Демек, иман арқылы, Аллаға кәміл сену арқылы, Аллаға шынайы құл болу арқылы, және ізгілік салихалы амалдарды істеу арқылы біз ең қайырлы жаратылысқа, ең қайырлы адамдардың санатына қосыламыз. Бұл әрине қиын нәрсе. Себебі Құран жалпылап айтып отыр. Аллаға иман келтіру және салихалы істер істеу. Салихат, салихалы іс дегеніміз бұл ізгілік іс. Салиха деген нәрсе түзетуге бағытталған, қоғамға пайдасы бар, өзіңе пайдасы бар, еліңе, жеріңе пайдасы бар, дініңе, діліңе пайдасы бар істеген сөз. Сондықтан Құран жалпылап ізгі адамдардың сұлбасын осылай көрсетеді. Ал енді басқа бір қырынан келетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл ең қайырлы адам, Алланың сүйіктісі, Алланың таңдаулысы, пайғамбарлар падишасы. Пайғамбарымыздың өміріне, істеген ісіне бір көз жүгіртіп көрейікші. Пайғамбар кім еді? Қандай адам еді? Пайғамбар ең әуелі Алланың сүйікті құлы еді. Аллаға шынайы сенген, жүрегі бекем иланған, Аллаға шынайы тәуекел еткен, ақыретін ойлаған, адамзатты ойлаған ардақты адам еді. Күні түні ғибадат қылатын, ораза ұстайтын, зекетін беретін, садақасын бөлісетін ізгі жан еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең әуелі рақым пайғамбар еді, мейірім пайғамбар еді. Айналасына нұр шашып, күлімсіреп жүретін адам еді. Алдындағы адам кінәлі болса да, сол кінәсін жазалауға күші жете тұра кешіре білетін кешірімді адам еді. Сабырлы еді. Ашуын қандай жағдайда болса жұта алатын, жеңе алатын сабырлардың сабырлысы еді. Қолы ашық, дархан еді. Ешқашан бір адамның көңілін қалдырмайтын. Жоқ дегенді мүлдем білмейтін адам еді. Қолындағы барын көпшілікпен бөлісе білетін көпшіл адам еді. Жаны жайсаң еді. Отбасына мейірімді еді.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисте айтады: "Хиярукум хиярукум линсаикум". Сендердің ең қайырларың отбасыларына, жанұясына, әйелдеріне қайырлы болғандарың дейді. Жақсы болғандарың, жақсы қарағандар дейді. Мен сендердің іштеріңде, хадистің жалғасында айтады, отбасына, жұбайына ең жақсы қараған адам дейді. Бала жан еді. Намазда тұрған кезде немересі Хасан мен Хусейн мойнына шығып ойнап еркелейтін еді. Алланың алдында тұрса да кішкентай ботақандары немерелерінің көңілін қалдырмайтын. Оларды еркелете білетін. Дұшпанмен соғысқан кезде ат ойлап алды шепте жүретін хас батыр еді. Дер кезінде шешім қабылдай алатын, дұрыс шешім қабылдайтын үлгілі басшы еді, парасатты басшы еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адал дос еді. Қандай жағдайда болсын, кім болсын, бір рет сұхбаттасқан адам ұмытпайтын. Үнемі өзінің жамағатына қарап, солардың жағдайын сұрап тұратын. Қандай да бір себеппен біреулер намазға келмей қалса, немесе көптен көрінбей кетсе, сол адамды іздейтін. Мейлі ол үлкен танымал тұлға болсын, қоғамда өзіндік орны бар адам болсын, мейлі қарапайым күзетші болсын, тіпті тазалықшы болсын, ешқайсысын ұмытпайтын еді. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мешітте үнемі тазалық жасап жүретін бір әйел кісіні көрмей қалады. Сөйтіп сұрайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Пәленше қайда?" деп. Сахабалар айтады: "Біз оны кеше қайтыс болды, жерлеп қайттық" дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кейіп: "Неге маған хабар бермедіңдер?" деп қабіріне барып дұға оқыған. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осындай опалы, осындай адал кісі еді. Осындай Алланың сүйіктісі болған, Алланың ең жақсы құлы болған, адамзаттың ардақтысы болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұған несімен жетті? Әрине бір ісімен жеткен жоқ. Өзіне жүктелген миссияны орындау арқылы осындай мәртебеге жетті. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол ең үлкен миссияны жүктеген болатын. Ол адамзатты жақсылыққа шақыру, адамзатқа Алланы таныту, адамзатқа дүниенің мәнісін ұғындыру, жаманшылықтан жирендіру, жаманшылықтан тыю, бүкіл ізгілік амалдарға шақыру болып табылады. Ендеше пайғамбарымыз ең ізгі, ең қайырлы адам болғандықтан, пайғамбардың ізімен кім көбірек жүретін болса, пайғамбарымыздың өмірін кім көбірек оқып, тоқып, соны үлгі ететін болса, пайғамбарымыздың адамдарды жақсылыққа шақырып, жаманшылықтан тыю негізгі миссиясын кім көбірек орындайтын болса, әлбетте сол адам ең қайырлы, ең ізгі адам болып табылады. Сондықтан Шәкәрім Құдайбердіұлының қойған жақсы адам, қандай іс қылған адам деген кезде мен айтар едім, жақсы адам кім пайғамбарға көбірек ұқсайтын болса, сол жақсы адам, және сол іс адамды жақсылыққа, жақсы адамдардың қатарына қосатын істер еді. Бір іспен ғана адам жақсы адам санатына қосылмайды. Өйткені адамның мүмкіншілігі, адамның жауапкершілігі өте ауқымды болмақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға көптеген сахабалар кеп: "Уа Алланың елшісі, маған ең қайырлы, ең сауапты, ең абзал істі, ізгілікті көрсетші" деген кезде пайғамбарымыз әркімге әртүрлі жауап берген. Әркімнің жағдайына қарай, бойындағы қабілетіне қарай, қоғамдағы орнына қарай, міндетіне қарай, жалпы жағдайға қарай әртүрлі жауап берген. Біреулерге сен ашуланба деді. Өйткені оның ашуланбауы қайырлы еді. Өйткені ол жалпы жақсы адам, бірақ әдетте өзінің сол қасықтап жинаған абыройын шелектеп бір ашумен төге салатын адам болғандықтан оған қайта-қайта ашуланба деді.
Уа Алланың елшісі, тағы қандай амалды айтасың деген кезде, сен осы ашуланбашы деді. Тағы бір рет, енді басқа қандай амалды айтасың деген кезде, сен ашуланба деді. Міне, кейбір адамдарға Алла жолында малыңмен де, жаныңмен де күрес деді. Біреулерге сен әке-шешеңе барып жақсылық жаса деді. Біреулерге басқаша жауап берді. Пайғамбарымыздың хадистерін қарап отыратын болсақ, хайрукум хайрун нас деп келетін, хиярукум деп келетін хадистер өте көп. Адамдардың арасында ең қайырларың, сендердің ішінде ең қайырларың деген сияқты хадистер өте көп. Мысалға бір хадисінде айтады: хайрун нас мән иза уатия шакар. Адамдардың ең қайырлысы бір дүние, Алланың нығметі берілген кезде не істейді дейді ол адам? Шакар. Шүкір етеді Аллаға. Уайза убтиля сабар. Егер басына бір қиыншылық келетін болса, таршылық келетін болса, онда не істейді дейді ол адам? Сабыр етеді дейді. Уайза зулима ғафар. Егер бір адамдар оған жәбір көрсететін болса, зұлымдық жасайтын болса, ол адамдарды кешіре біледі дейді. Басқа бір хадис айтады: хайрукум ман таалламал Құр'ана ва аллама. Сендердің ең қайырларың Құранды үйреніп, оны басқаға үйреткендерің деді. Басқа бір адамға айтады: хайрукум ман тааллама ва аллам. Сендердің ең қайырларың білімді үйреніп, оны басқаларға үйреткендерің дейді. Тіпті басқа бір хадисте былай дейді: хайрун нас анфаухум линнас. Сен адамдардың ішінде ең қайырлысы адамдарға ең көп пайда тигізген адам дейді. Қоғамдағы ойсырап тұрған қажетті олқылықтың орнын толтыру бағытында жасалған кез келген іс, әрбір іс әрекет бұл сол кездегі ең сауапты, ең қайырлы іс болмақ. Мысалға, бүгінгі таңда балабақшаның аздығы көп деп айтылуда. Осы тұста біз балабақшаны салуды, осы олқылықтың орнын толтыруды тек қана мемлекеттік бағдарламадан ғана күтпеуіміз керек. Мемлекет істеу керек деп жайбарақат жүрмеуіміз керек. Әрбір мүмкіншілігі бар дәулетті адам бір балабақша, тіпті бірнеше балабақша салып өз үлесін қосып жататын болса, ол құба-құп нұр үстіне нұр болатын сауапты әрекет. Егер қоғамдағы әрбір адам, әрбір дәулетті мүмкіншілік бар адам осылай қарайтын болса, біздің болашақ ұрпағымыз сол балабақшаларда өзінің ана тілін үйреніп, діні мен ділін үйреніп, дәстүрін үйреніп, жақсы өнегелі ұрпақтың қатарына қосылар еді. Дәл сол сияқты бүгінгі таңда мұсылман елдерінің көптеп артта қалып қалғандығы айтылып жатады. Осы тұста заманауи жақсы мектептерді, колледждерді ашып, тіпті университеттерді ашып, соны салып, және бұны тек қана мемлекеттен емес, жекелеген адамдар осындай ілгері үлкен жобаларды жүзеге асыратын болса, бұл да осы кездің кезек күттірмейтін атқаратын сауапты істер болмақ. Өйткені қоғам, заман осыған мұқтаж. Смағұл Елубай ағамыздың айтқан бір жақсы сөз бар: ел болам десең, экраның түзе дейді. Біз бесігін түзе дейміз, бірақ бүгінгі таңда бесікпен қатар экранның да өзектілігі артып отыр. Елдің бұзылуы, жастардың бұзылуы осы экран арқылы болып жатқан жағдай бар. Ендеше дәулетті адамдар тек қана ізгілік мақсатта қоғамға жақсылықты жаю үшін, жақсылықтың жаршысы болу үшін жақсы телеарналар ашып, елдің бірлігі үшін, ынтымағы үшін, ұрпақтың тәрбиесі үшін дұрыс сенімді ақпарат таратып, тәрбиелік мазмұны бай бағдарламалар шығаратын болса, бұл да осы кездің ең үлкен сауапты, қайырлы ісі болмақ. Жаңағы ашылатын мектеп, университет, колледждерде жақсы тәрбие берілетін болса, ғылыммен қатар олардың руханиятына бағытталған жақсы тәлім берілетін болса, бұл әрине бүгінгі таңда кезек күттірмейтін үлкен сауапты, қажетті іс болар еді. Міне сондықтан ізгі істеген кезде
біз салихалы істеген кезде бұлардың заманнан заманға қарай, жағдайдан жағдайға қарай, кісіден кісіге қарай өзгеріп отыратын біз байқауымызға болады. Әрине кез келген жақсы іс бұл қай уақытта болса да жақсы, ізгі іс, сауапты іс, бірақ сол ізгі істің сауабын арттыратын, бағасын көбейтетін нәрсе ол жағдайға қарай өзгеріп отырады. Мысалға, Құдай оның бетін арғысын, ел шетіне жау келіп, жау шабатын болса, сол кезде қолыңа қару алып, әскердің қатарынан табылу, бұл сол кездегі ең қайырлы іс, ең сауапты іс, ең берекелі іс. Құдай оның тағы бетін арғысын, егер жұт болып жататын болса, ашаршық жайлап жатса, сенің қолыңда дүниең бар болса, соны жұртпен бөлісу, сол жерде жомарттық таныту, сол жерде садақа беру, бұл әрине басқа кезде берілген садақадан әлдеқайда бағалы, әлдеқайда сауапты болады. Сол сияқты, мысалға қазір ауылдарда кей жерлерде жұмыс жоқ, жастар бұзылып жататын болса, ел тозып жататын болса, сол жерге барып біздің кәсіпкерлеріміз кәсіпорындар ашып, халықты жұмыспен қамтамасыз ететін болса, жастардың бос уақытын, потенциалын бір игілік іске қолданатын болса, бұл сол жерде, сол мезетте, сол кезде ең қайырлы, ең сауапты болады. Сол ісімен адам жақсы адамдардың қатарына қосылуы мүмкін, ізгі адамдардың қатарына қосылуы мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде айтады: «Ла тахқиранна минал ма'руфи шай'a». Жақсылықтың ешқайсысын менсінбей қарамаңдар дейді. Кішкентай деп ойламаңдар дейді. Біз қандай ісімізбен Аллаға жақындайтынымызды білмейміз. Қандай істі Алла көбірек қабылдайтынды білмейміз. Мысалға, өздеріңіз білесіздер, көптеген хадисте айтады, бір күнәһар кісі келе жатып, шөлдеп келе жатып, құдыққа тап болады, құдыққа қараса шелегі жоқ, сонымен құдыққа өзі түсіп, сол жерде қанып суын ішкеннен кейін сыртқа әупірімдеп жатып әрең шықса, далада құдықтың жанында ылғал жерді жалап шөлдеп тұрған бір итті көреді. Мынау да бір Құдайдың жаратқаны ғой, қатты мен сияқты шөлдеген екен ғой деп, әлгі кісі әуреленіп қайттан құдыққа түсіп, сол құдыққа түскеннен кейін су алып шығай десе, ыдыс жоқ, өзінің аяқ киіміне су толтырып, оны аузымен тістеп, әрең терең құдықтан шығып, итке сол суды береді. Ит әрине ол аяқ киімнің ішіндегі сумен шөлі қана қоймайды, сөйтіп бірнеше рет түсіп, жаңағы әуреленіп жатып, иттің шөлін қандырады. Міне сол ісіне риза болып, Алла Тағала әлгі кісінің бүкіл күнәларын кешіріп, жұмағына кіргізді дейді. Сондықтан ең ізгі іс қайсы деп біз айта алмаймыз, өйткені жағдайға қарай бұл өзгеріп отырады. Бірақ жалпы алған кезде пайғамбарымыз ең қайырлы адам еді, ең ізгі адам еді. Ал енді ең ізгі адамның ең үлкен басты міндеті болады. Пайғамбарымыздың басты міндеті ол адамдарды жақсылыққа шақырып, жаманшылықтан тыю болатын. Үмметке ұстаздық ету болатын. Ендеше ұстаздық, адамзатты тәрбиелеу, ізгілікке жаршы болу, бірлікке, ынтымаққа жұмыс істеу, бұл ең жақсы амал болып табылады.